Шарғалаң 8-ші бөлім. Авторы Айдана Істілеуова. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Сол түні заттарымды жинап, өз ауылыма қайттым. Үйге келсем, ата-анам шет жағасын біледі екен. Мен үшін ұялатындарын айтпай-ақ көз қарасынан түсіндім. Мені жақтырмаған әке-шешем менің келгенімді елемеді. Таңды әзер арттырып, таксиге мініп, өз үйімнен біржолата кеттім. Қалаға келіп, тағы да кредит алып, Алматыға бірақ тарттым. Кімге, қайда, не үшін келе жатқанымды білмеймін. Әйтеуір бәрінен алшақ кеткім келді. Өзімді жек көрдім. Алматыға келдім. Номерімді ауыстырып, жаңа өмір бастағым келді. Бірақ үлкен мегаполис мен ойлағандай оңай болмады. Квартира жалдап, алданып қалдым. 2 айға төлеп, жұмысқа шығып, айналдырып кетемін ғой деп ойлаған мен, вокзалдың алдында тұрған бір әйел адамнан пәтер кілтін алдым. Барсам, ондай пәтер мүлдем жоқ болып шықты. Звондасам, телефон өшірілді. Сондай сенгіш ақмақ болғанымдай. Сол түні вокзалда отырдым, сумкамды құшақтап. Сыртымнан бақылап жүрген жас жігіт жағдайымды сұрады. Сосын өзінің жүретін қызының пәтеріне алып келді. 4 қыз жалдап тұрады екен. 2 қыз ұнатпай қарады. Екеуі күлімдеп қарсы алып, ыстық тамағын берді. Солай маған жұмыс іздеп қарастырдық. Жақтырмаған қыздың біреуінің есімі Аида екен. Танысып араласа келе, жақсы қыз сияқты көрінді. Алматыға жақында келгенін айтты. Өзіме жұмыс жасаймын, қалаған кезімде шығамын, қаласам демаламын деді. Үсті-мойны алтын, тырнақ, кірпік бәрін жапсырып алған. Қолында қымбат телефон. Қандай жерде жасайсың? Бос орын бар ма деп сұрадым. Ол өзін массажистпін деп, бәрін өздері үйретіп, сертификат беретінін айтты. Егер өзіңді көрсетсең, тез үйреніп алсаң, сразу өздеріне алып жұмысқа алып қалады, деді. Сонымен қуанып, мен де бірге баратын болдым. Ертесі ерте тұрып, жиналып, дайын отырдым. Бірақ Аида асықпай түскі 3-те оянды. Асықпай душқа түсіп, шайын ішіп, бояна бастады. Маған қарап, уайымдама, ол жерде барлығы менің танысым, қалаған кезде бара саламыз, деген соң мен де уайымдамадым. Сөйтіп массажной салонға кешкі сағат 7-ден өте шықтық. Менде ақша жоқ. Автобуспен баратын шығармыз десем, қайдағыны айтпа, таксимен жүремін тек, Құдайға шүкір табысым жетеді, деп мақтанды. Аида айтқан салонға келдік. Мен ойлаған едім, бір медицина айналасындағы емдік шара жасайтын салон шығар деп. Жоқ, ол үлкен 3 қабатты коттедж. Барлық жағы двормен қоршалған. Биік двормен қоршалған. Сыртқы жағында қоңырауы бар. Бір түрік сериалдары сияқты. Жалғасы бар.